Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгін біз 9-шы сынып Абылқасымов оқулығы бойынша комбинаториканың негізгі ұғымдары мен ережелері тақырыбында есептер шығарайық. Мына 7-ші параграфтың соңындағы. Так, 7-те бірінші есеп. Егер дүкенде алманың 4 түрлі сорты және алмұрттың 3 түрлі сорты болса, онда 1 килограмм алма немесе алмұртты қанша тәсілмен алуға болады? Ойланып қарайық. Бізге 1 килограмм алма немесе алмұрт алуға болады. Бізде 4 түрлі сортты алма тұр және 3 түрлі сортты алмұрт тұр. Бізде 7 түрлі вариант бар, е? Бұл жерде қосу ережесі орындалады екен. Себебі мына жерде 4 түрлі алма, алмұрт, алма және 3 түрлі жағы алмұрт тұр делік. Бізге 1 килограмм ғана немесе алма, немесе алмұрт аламыз. Біздің алдымызда таңдау тұр. 7 түрлі таңдау тұр. Осының бір сортынан 1 килограмм сатып аламыз. Демек, бұл қосу ережесі. 4-ке 3-ті қосамыз, 7 түрлі тәсіл бар екен. Келесі, 7-те екінші есеп. Егер дүкенде кәмпиттің 10 түрлі сорты және тәтті нанның 12 түрлі сорты болса, онда 1 килограмм кәмпит пен 1 килограмм тәтті нанды қанша тәсілмен алуға болады? Енді бұл жерде шартты мұқият оқитын болсақ, онда бізге 1 килограмм кәмпит және 1 килограмм тәтті нанды алу керек. Түсініп отырсыздар ма? Бұл жерде көбейту ережесі бар. Неге? Өйткені менде мұнда 10 түрлі сорт кәмпит тұр. Яғни мен мысалы бірінші сорттағы кәмпитті алам. Осы кәмпитке қасына мен тәтті нандардың, яғни печенье болып тұр ғой. Бірінші печеньені, екінші, үшінші, төртінші, бесінші, алтыншы, жетінші, тағы сол сияқты 12-ші печенье алуыма болады. Яғни, егер мен бірінші тұрған конфетті алатын болсам, оған менде 12 мүмкін болатын вариант болады. Сол сияқты мен ары қарай комбинировать етем. Егер екінші сортты кәмпитті алсам, менде бәрібір оның қасына мына печеньелардың ішіндегі 12 түрлі варианттың біреуін ала аламын. Сол сияқты бұл жерде әрбір 10 түрлі сортты кәмпиттің қайсысын алмасақ та, оның әр қайсысына бәрібір де 12 түрлі вариант печенье бар. Сондықтан бұл жерде көбейту ережесі орындалады. Сондықтан жауабы 10 мен 12-ні көбейтем, яғни 120 түрлі вариант болады екен. Мұнда 7 дедік, мұнда 120. Келесі, егер жазылуында цифрлар қайталанбайтын болса, онда 2, 4 және 9 цифрларынан қанша үштанбалы сан құрастыруға болады? Бұл жерде біз жаңа құрастырып көрейік. Мүмкін болатын ағаштар, мүмкін болатын жағдайларды қарастырамыз. Сонда біз қателеспеу үшін алдында 2 тұрса, 2, 4, 9. Немесе 2, 9, 4 деген вариант болады. Немесе алдында 4 тұрса, 4, 2, 9, 4, 9, 2 болуы мүмкін. Немесе алдында 9 тұрса, 9, 2, 4, немесе 9, 4, 2 деген 6 түрлі вариант болады екен. Енді болмаса, бұл жаңағы 3 цифр беріп тұр сіздерге. Үштанбалы сан құрастыр дейді. Басқаша айтқанда, оны 3 факториал формуласымен шығара салуға болады екен. Яғни 1 көбейту 2, 3. Тең болады 6. Келесі, 5 конверт және 4 пошта маркасы бар. Маркаларды қанша тәсілмен конверттерге желімдеуге болады? Бұл жаңағы біздің компьютерге ұқсайтын есебе 5 конверт және 4 пошта маркасы бар. Енді біз осы марканы, мысалы, бірінші конвертке мен жаңа 4 марканың біреуін жабыстыра аламын. Екінші конвертке де дәл солай 4 марканың біреуін жабыстыра аламын. Үшіншіге де, төртіншіге де, бесіншіге де. Сонда әр конвертке менде 4 түрлі вариант
мүмкін болатын вариант қарастырылады. Сондықтан бұл жерде көбейту ережесі орындалады да 5-ті 4-ке көбейтіп 20 түрлі тәсілмен желімдеуге болатынын есептейміз. Келесі есеп 7-де 5. Сынып оқушылары жүзумен немесе теннис ойнаумен айналысады. Сыныптың 12 оқушысы жүзуге, 18 оқушы тенниске, 5 оқушы жүзу мен тенниске қатысатын болса, онда сыныпта қанша оқушы бар? Бұл енді 5-ші сыныптағы есептерге ұқсас, жаңағы элер дөңгелектері деген сияқты. Жалпы 12 оқушы жүзуге, 18 оқушы тенниске қатысады. Осылардың ішінен 5-еуі жүзуге, теннисқа да қатысады. Яғни ол 5-еуі қайталанып тұр. Иә? Сондықтан ол 5-ін азайтып тастаймыз да бізде сыныпта 25 оқушы бар екендігін есептеп аламыз. 7-те 6-шы есеп 7-те 5-ке ұқсас. Қызғалдақтан 7 гүл шоқ, нәркестен 9 гүл шоқ. Қызғалдақ пен нәркестен 3 гүл шоғы жасалады. Барлығы қанша гүл шоғы болды? Яғни, қайталанып тұрған қызғалдақ пен нәркестен деген үшеуін азайтып тастаймыз, сонда бізде 13 гүл шоғы болады екен. Назарларыңызға рахмет. Енді ары қарай бұл тобының есептерін келесі видеода шығарайық.